Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, отбасыларыңыз дін аман болсын. Осы Facebook парақшасынан 30 жыл көрмеген ауылдас. Менен бір жас кіші қызды іздеп отырып тауып алдым. Ол мені бірден таныды білем. Аты жөнім суретімнен тұр, ал мен әрең тапқам. Тегін өзгерткен екен әйтеуір ауылдастарды ақтарып жүріп, туыстарын ақтарып жатып, тапқан едім. Толқып кеттім. Бірнеше күн қайта суреттерін қарап ойға баттым. Асылжан мектеп қабырғасында жүргенімізде де өте сұлу қыз еді. Бұрымы ұзын, бақырайған үлкен көзі, сондай сүйкімді болатын. Аса қатты өзгермеген, керісінше құлпырып кеткен бе? Көзімді алмай сағаттап қараймын, ішім алай дүрей. Біршама күн өткен соң мессенджерге «Сәлем» деп жазыпты. Есім шықты. Бірден амандастым. Қал жағдайың қалай жерлестіпті? Жақсы құрдас десеңші, деп өзімше сөзін түзедім. Сондай әдетім бар еді. Өзімнің сол әдетімнің құтыла алмай ақ қойдым, ренжіді ме, еш жауап бермеді. Күн өтті, апта өтті, хабар жоқ. Не істеймін? Суретінен көріп жүрмін, жарасымды күйеуі, ауқатты отбасы бар екен. Апта өтті, қой, не де болса тағы да бір жазып көрейінші деп, «Сәлем» деп жаздым. Жарты сағаттан соң амандасқан қолдың смайлігін жіберіпті. Бірден WhatsApp нөміріңді берші деп өтіндім. Ойланған смайлік жіберіпті. Мазаңды алмайым, қорықпа дедім. Күлген смайлік жіберіпті. Смайліктерді тойғыздау деп жаным келді. Тыныш бір тәулік өтті. Ашуым келді. Мен сияқты ынжық жерлесін қайтсын деп ойлап жүрмін. Асылжан қандай қыз еді өзі деп есіме түсіре алмадым. Түсіре бастадым. Ауылымыз шағын 4 көшеден тұратын. 420-дай отбасы бар колхоз еді. Мен ауыл басында тұрдым, ол аяқ жағында тұратын. Орташа қарапайым отбасының қызы онша көңіл бөлмейтінмін. Ол кезде барын киіп жарқырап жүрген қыздарға қырыңдаймыз ғой. Ол шашын төбесіне түйіп алып, орамалды тартып алып, жаздай колхоз жұмысынан қалмайтын. Ол кезде көшет егуден бастап егістікке шөптеу, одан шілдеде алма теру, күзде картошка теру, жүгері жинау, толып жатқан жұмыстар табылады. Оқушылар азын-аулақ ақшаға көмектесетін. Шілденің ыстығында алма теріп жүрген болатымыз. Мен еріккеннен баратымын, болмаса отбасымыз ауқатты. Талайлардың алды әке шешемнің тірлігінің арқасында еш тарлық көрмегем. Кенже болған соң еркелігім де бар. Алдымен каникулда демалып қыдырып алып, сосын сыныптастарым барып жүрген соң оңай үшін баратымын. Ойнау үшін барам. Қыздарға шыңғырып түсеміз, су шашамыз, ойнап мәз болып жүреміз. Қызықты да керемет балалық шақ, бір жерден түскі ас ішеміз, дәмік тіл үйірт еді. Иісі бір қырап тәбетіңді ашады. Жүк машинаның бортына шығып отырамыз. Жұмысымызға барарда қайтқанда да сол жүк көлігі. Ырғалып тербеліс ауылға жетеміз. Жігіттер сондай бір ырғалғанда қыздарға әдейі құлап құшақтап мәз болады. Бір көлікке сыныбына, жасына қарамай бар баланы мінгізеді. Солай бір ырғалғанда, «Ай, мама» деген қызға қарасам, дірілдеп қолына қарап көзі жасқа толып кетіпті. Қолына қарасам, оңдыртпай үлкен борттың жаңқасы кіріп кетіпті. «Тоқта» деп қолын шап беріп ұстап алып, жаңқаны тез суырып алдым. Өзімде қалай істегенімді ұқпай қалдым. Қызға қарасам, көз жастары домалап қып-қызыл болып кетті. Тез теріс қарап отыра қалдым. Көз алдымнан қыздың жасаураған жанары кетпей қойды. Сол күннен бастап бұл қызды сыртынан бақылап қарап жүрдім. Мен ғана емес, сыныптас біраз жігіттер армандап әңгімелері сол қыз. Сыныбымызда еті тірі киіне де білетін, сөйлей де білетін, түрледі де көрікті жігіттер болды. Мен олардың қасында не жақсы киінуді білмеймін, не бар соны іліп аламын, не сөйлеу білмеймін. Қызға сыртынан қарап күлгенім болмаса, аузымда шықпап ма? Ол қыз расымен өте сұлу көрікті екен.
Сабағында жақсы оқитын көрінеді. Ақырында анықтасам мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін аға жеңгем әрдайым мақтап, әрқайсысы өз пәндерінен олимпиадаға апарып жүргендерін айтатын. Ол маған қайдан қарасын деп көңіл де бермедім. Оған қара, ол қандай, сен қандайсың деп өзімді оған тең көрмедім. Ауылдың мықты жігіттері айналшықтап жүргені есімі Асылжаным еді. Ата-анасы дәл тауып қойған есім. Шынымен де қол жетпейтін Асылжан. Мектеп аралық қыз сыны болды, әрине Асылжаным бірінші орынды алды. Бүкіл мен деген жас жігіттер қыр соңынан қалмайды. Байқап жүрмін, ол жолатпайды. Мен оны бірді бітіріп жатырмын. Ол Асылжан 10-шы сыныпта оқып жатыр. Көңіл қоймақ тұрмақ, оған қараудан қысылатымын. Уақыт өтті, мектеп бітіріп қалаға оқуға тапсыруға кеттім. Оқудан құлап қайта келіп біраз жүріп ауылдамын. Асылжанды сыртынан анда-санда көріп қойып әскерге кеттім. Әскер сол кезде 1 жылдық болатын. Әскерден келсем оларды мектеп бітіріп қатқан қыз, тіптен сұлу. Бір кеште отырмыз, Асылжанның сыныптасы менің сыныптасыма тұрмысқа шығыпты. Көзіміз түйіскенде байқаймын, тура қарап ойланатын сияқты. Қоршаған мықты жігіттер, бірақ біреуінде жақындатпайды. Жігіттер құрметпен қарайды екен, киген киімі де сондай жарасымды, ерекше. Бұрымы да одан әрі ұзарғандай. Ашты судан жұтып алып, батылданып қасына бардым. Мен үйге қайтайын деп едім, жеткізіп саласын ба дегенде төбем көкке жетті. Ақырындап аяңдап Асылжан есігінің алдына келдік. Қақпасын ашып ауладағы бақшаға кірдік. Далада орындық бар екен, қатарласып отырдық. Әскери бұрышыңды қалай өтіп келдің деді. Жақсы деймін тұтығып. Не болса соны айтып біраз тұрдым. Айдың жарығына бет әлпеті анық көрініп, менің көзім тоймай қарай берем. Өзім қызғанып тұрмын. Сүйем деген сөзді кім шығарды екен? Дедім, әй шай жоқ. Асылжан күлді. Не болды? Деді көзін төмен салып. Айтуға өте қиын дедім күрсіне. Неге солай айтқанымды өзім білмеймін. Кеш болды деп қозғалды Асылжан. Детский уақыт өткелік қашан, ал біз ересекпіз. Деп құшақтамақшы болдым. Ащы судың күшімен батылданып. Тоқта, бостан босқа сыйыңды кетірме, деді қолымды қағып. Бет пердені шешпей-ақ қояйық, деген сөзін түсінбей жөніме кеттім. Көп ойламадым, тез ұмыттым. Ертесі мастығымнан сауыққанда қасына баруға батылым жетпеді. Сол кезде жұмыссыздық көп болатын, жастарда, кәрілерде ащы суға құмар болды ғой. Бірде ес бар, бірде жоқ. Қолымыз жеткен жеңілде қыздарға қарық болып біраз жүрдім. Сосын оқуға түсіп жаман ортаға тап болдым. Ойда жоқта абақтының ар жағынан бір-ақ шығып, сұмдық өмір көрдім. Арыстан шарып алысып, түркіше маңдауды үйрендім. Түрмеде жатып әке шеше, ағайын туыстың қадірін ұқтым. Ол жақтан шыққан соң ауылға баруға бет жоқ. Алматыда қалып жаңа өмір бастап, жұмысқа кіріп үйреніп, балалы шағалы болдым. Асылжан туралы көп ойламасам да соңғы кезде есіме түсіп, іздегенім сол еді. Ол қандай болып кетті екен деген ой еді. Фейсбуктан жақсы екенін көріп, қызығушылығым артыма әйтеуір көргім келе берді. Арада бір жама өткен соң мессенджерге нөмірін жазып жіберіпті. Есім шығып тердім. Өзіме қосып қойдым, аватарына тесіліп қарап алып, сәлем деп жаздым. Амандасып жауап берді, қайдасың, қай жерде тұрасың? Ауылымыздың аруы, деп жаздым. Күлгенмен бетін басқан тағы смайлик жіберіпті. Әріпті ұмытып қалғансың ба, неге жазбайсың деп мен де көз қысқан смайлик жібердім. Тағы да жауап жоқ. Осы нем бар еді, осылай шымшып сөйлеп. Қашан адам ұқсап сөйлеймін мен, деп өз-өзімді ұрсып жүрмін. 4 сағаттан кейін қай жерде тұратынын, отбасы бар екенін жазып, өзімнен де қайда жүргенімді сұрап, әке шешемнің бауырларымның да қал жағдайын сұрап жазыпты. Ішім жібіп, ауылдың қарапайымдылығы өшпепті деп ойладым. Бір қалада екенімізге қуанып кеттім. Кездеспедік пе? Көріспегелі көп болды ғой, деп жазсам. Келетін жердің мекен жайын жазып, қай күні қолың бос, сол жерде кездесейік депті. Мә, шөк болып, мұндайды күтпеген едім. Бос күнімді айтып, сол уақытқа жуынып, шайынып, киініп, көлігіме отырып жетіп келдім.
Ресторан екен, қап қалтам шұқа еді. Қалтамда бір сипадым да ішке кірдім. Алдымнан даяшы шығып аты жөнімді сұрады, айтып едім. Бері жүріңіз деп, шайылған дастарханға келді. Ішім бүлк ете қалды. Отыра беріңіз, ханым қазір келеді деді. Тапсырысы дайын, осы дастарханға жайғасыңыз дегенде шалқамнан түсе жаздадым. Көп күтпедім, келе жатыр. Гүлді ұзын көйлек киген. Биік өкше, әдемі қол сөмке. Жарқырап жайнап екі езу екі құлағында. Қолын екі жаққа жайып, ал, қош көрдік, амансың ба? Деп құшақтап бетімнен сүйді. Аузымда сөз жоқ, тек ыржиып мәзбін. Еш өзгермеген, тіпті бұрынғыдан да сұлуланып кеткен. Жасанды ештеңесі жоқ, кірпі, қас, еріндегендей. Бәрі табиғи, сол ұзын бұрымы әдемілеп өріп арқасына салып қойған. Дене мүсіні модель бекер қалады. 90-60-90 болып тұр, аузым ашылып. Біраз үндемей қалдым. Ол маған қарап күлді, біраз ананы мынаны сұрастырып, тамақтанып отырмыз. Көзі күлімдеп қалжыңдасып отыр. Ашылған өзіне сенімді келіншек болыпты. Еш өзгермепсің. Керісінше, әдемі болып кетіпсің дедім бір кезде. Уақыт өзінікін алады ғой, қайдан әдемілік кетті ғой, деп жымиды. Жоқ, сен сұлусың, өте сұлу, деп тамсанып бетіне қарап отырмын. Сонша қарадың ғой, көзің тиіп кетпесін деп күліп жіберді. Түфәй, деймін мәз болып. Сен мен жолығып жүзіңді көрмесем, өзімді кешірмес едім, деді мұңлы дауыспен. Ойланып, жүрегім шаншып кетті. Кешір, деді көзін төмен салып. Не болды? Деймін ішім астан кестең. Айтарым бар, тамақтанып болсаң тұрайық, деп орнынан көтерілді. Қалтамды бір сипалап даяшыға қарап едім. Бұл жолы мен шақырдым ғой. Бәрі төленіп қойған, дейді жымиып. Сондай бай дастархан, дәмді ас, ыңғайсызданып қалдым. Жоқ, болмайды дедім. Ең құрғанда жартысын төлейін деген оймен. Ол сәл көзін жұмып, сосын орнынан тұрып жүріп кетті. Артынан ертім, ресторанның екінші есігінен шықтық. Айнала бау-бақша тамаша көрініс екен. Қатарласа жүріп келеміз. Мен саған өлердей ғашық едім, дейді бетіме қарап. Менің ішіме шоқ түсіп кеткендей болды. Қойшы, деппін сасқанымнан. Кел, отыр дейді. Бақшаның ішінде орналасқан жұмсақ орындықты көрсетіп. Өзім маған қарама қарсы отырдым. Ортада дөңгелек стол бар екен. Үстінде 2 стақанда сосын. Мен өз құлағыма өзім сенбей бетіне қарай берем. Айтып отырғанымның да үлкен себебі бар. Деп сусыннан ұрттап, маған да ал дегендей алақанын жайып, стақанды көрсеткендей болды. Мен де ұрттадым, бірақ дәмін түсінбедім. Тезірек айтшы, деп айқайлап жіберердей әрең отырмын. Сөзімді бөлмей тыңдашы жарай ма, деді жымиып. Басым десетім. Қолымнан жаңқасы суырып алғанда, жүрегімнің жартысын қоса алып кетті, деп алақанын ашты. Есімде, дедім шыдамай. Иә, содан саған ынтам ауып, сен үшін өмір сүре бастадым. Сен үшін киіндім, сен үшін сабақ оқыдым. Сен үшін сайыстарға қатыстым, бірақ сен қарамадың. Мен сенен біріншіден кіші, екіншіден қыз бала болғандықтан өзім айта алмадым. Дегенде аспайнан алып, жерге түскенде болды. Бетім жыбырлап, жүрегім шаншып, бет аузымда оқалап алып, не деп отырсың? Қалқамау, дедім көкейіме тас түйіліп. Иә, өмірімде ғашық болсам, ол саған ғашық едім, деп сондай нәзік көзқараспен қарап отыр. Мен сені шығарып салдым ғой, сол кезде неге жолатпадың, дедім ішім күйіп. Оның себебі бар еді, деді даусы қаталданып, көзіне жас толып. Қандай? Сендер мектеп бітіретін соңғы ай болатын. Сен ойымда да жүрегімде де жүрсің. Сыртынан қарап жүрдім, әкем қатты ауырып ауруханаға түскен күндер. Кезек-кезек барамыз, сол аурухана жақтан ойға батып келе жатқанмын. Көрші ағай мектептен мұғалім еді ғой, есіңде ме? Иә. Сол кісінің есік алдынан өтіп бара жатқанмын. Көктемнің жып-жылы күні болатын. Үстімде бір ғана көйлек еді. Алдымнан сенің Б деген сыныптасың шығып амандасты. Мектепте сыйласып, амандасып жүрген жігіт болған соң еркін тұрмын. Бір кезде бас салып құшақтап ерніме жабысты. Екі қолымды қоса қысып ұстап, тамағыма қарай өтті. Жұлқынып, айқайлап, шыңғырып жатырмын. Қапсыра құшақтап көшеде тұрған орындыққа құлатты.
Етегімді жоғары сипалай көтеріп жатыр. Шыңғырдым. Есім шығып жұлқынып та жатырмын. Ол ерніме жабысты. Сол кезде жеркенгеннен лоқсып келіп, құсып жібердім. Ол көзі бақырайып жібере салды. Лақылдатып құсып, етек жеңімді жинап үйіме қаштым. Селкілдеп есіктен кіре салып жуынып жатырмын. Мені еркек ұстап көріп еді. Қорландым. Ыза болдым. Мені қорғайтын ешкім жоқ екеніне шошыдым. Есікті бекітіп алып, бұрышта көп жылап отырдым. Үйде жан адам жоқ, бәр жұмыспен әкемнің қасында. Бір кезде сол жігіттің ауылда мақтанып жүргені елестеп, ыза болдым. Су алып мұншаға барып жуынып келдім. Кеудемде жан жоқ. Тек санамда ғана. Сен қорландың, масқара болдың деп сайрап тұр. Қораға барып сиырдың бұйдасын бел ағашқа байлай салып, еш ойланбай жанталасып басымды іліп асыла салдым. Тынысым тарылып, ауа жетпей бара жатқаны ғана есімде. Есімді жисам көрші мұғалім ағай құтқарып қалған екен. Сумен бетімді сүртіп, өзі пора-порасы шығып терлеп кетіпті. Мені ұзынымнан жатқызып, басымды тізесіне қойып алыпты. Бәрі жақсы, тыныштал. Бәрі жақсы дейді, шашымнан сипап. Ештеңе түсінбей, демін әрең шығып қақалып-шақалып жатырмын. Басымды көтерді. Бетімді сүртіп аздап суырттатты. Ештеңе болған жоқ, айналайын. Сен сондай осалсың ба? Өмір сүруің керек, ештеңе болған жоқ, қорықпа дейді. Мен жылап тоқтай алар емеспін. Мен олардың сазайын тарттырдым. Олар әлі көреді. Тек сен бұдан бұлай мынадай сұмдық жасама жарай ма? Дейді даусы дірілдеп, тағы да аузыма су тамызып. Өзі де еңкілдеп жылайды. Саған ештеңе жасаған жоқ па? Зор деп зорламақшы болды дегендей сөзді айта алмай қысылдым. Болды, өтсе кетті. Енді олар саған тиіспеді. Мен жақсылап, ескерттім деп, тұрғызып үйге әкелді. Онсыз да әкең науқас, анаңның уайымы бар, сен жинал. Деп шай қайнатып, бір дәрілер беріп қасымда болды. Ағай кетсе бағанағы жауыз кіріп келердей шошимын. Кешке бауырым бала шағасымен келді. Мен бүк түсіп жатырмын, ешкімге ештеңе айтпадым. Ағай болмаса ажал құшатыным анық еді. Ертесі ағайға бардым. Аздап даусым шығыпты. Оларды мектептен шығарыңыз дедім, боздап. Тыныштал, олар міне, шартайдан соң өздері де мектептен кетеді, дейді сабырға шақырып. Аттестат бермеңіз деймін, көзімнің жасы көл болып. Айналайын-ау, ақылың бар қызсың. Тыңдашы, сен іс қозғаймын, сотқа берем десең сенің құқың. Деп орнынан тұрып қасыма келіп отырды. Дау болады, артынан сөздер еді. Дәлел іздейді деп, тағы да жақындады. Ойлы көзбен қарады. Ол саған керек емес, сенің отбасыңа тіптен керек емес. Отбасың ел жұртқа сені ақтап алып шығу үшін қанша күш жігер керек. Анаңды ойла. Сыбы шықса сөз бұрмаланады. Өтірік нәрселер қосылады. Үлкен дау болады. Ол кімнің баласы екенін білесің. Олар оңайлықпен беріле қоймайды. Саған етпейтін кие жағады. Деп орнынан тұрып терезеге барды. Мен одан сайын табаланып жыладым. Сен қызым, жылама. Не болды? Түк те болған жоқ. Басыңды көтерде тік жүр, деп қасыма келді. Шашымнан сипап. Олар ауыздарын ашпайды, айдың аяғына дейін дірілдеп отырады. Аттестаттарын алған соң көздерін құртады. Өмір оған өз жазасын береді деді, сенімді дауыспен. Мектепте жария қылып жүрген шығар, деп егілдім. Жоқ, ауыздарын ашпайды. Аша алмайды. Олар мені жақсы біледі, үшеуі де деді. Үшеу? Тағы кім болды ол жерде? Деп шошыдым. Есімдерін атағанда сенің де есіміңді естідім. Сол уақытта өлгенмен тең болдым. Ана екеуі қарап тұрды. Мен келе жатып көріп қалдым. Сазайларын беріп, жандардың көздеріне көрсеттім. Ауыздарын ашса не болатындарын айтып қорқыттым. Олар жағашпайды, деді ағай. Мен ол жерде болмадым. Мен болған жоқ, Құдай ақы, деп шошып орнымнан ұшып тұрдым. Сен болмадың, иә білемін. Оны кейін араға 3-4 жыл өткен соң ғана білдім, деді сабырлы дауыспен. Маған отыр деген нышан білдіріп, көзін сүртіп, сусыннан ішті. Мен бір стақанды бірақ сіміріп алып, мен болсам,
Тістесем де өлсем де сені қорлатып қойып қарап тұрмас едім, деп жылармандай болдым. Асылжан қысылып жылады да көз жасын сүртіп: «Иә, сендердің сыныпта сенімен аттас тағы да 2 бала бар екенін сол кезде ойламаппын. Сені жек көрдім. Көргім келмеді. Сен әскерден келгенде әдейі сынамаққа шығарып салуыңды өтінем. Сол кезде сен де сүймек болдың, көзім жетті, деп ойлап, сенен өзімді аулақсатым. Уақыт өтіп сен темір торға қамалғаныңда жазаңды тартып жүр дедім. Сенің сыныптасыңа менің сыныптас құрбым тұрмысқа шығып, соларды құттықтап барғам. Арада 3 жыл өтіп, сен қапаста 1 жыл болған кезің еді. Сол кезде сол бала 3-ші куәгер екенін айтып, сол жағдайды айтып, қаншалықты ақмақ болғандарына өкініп, кешірім сұрады. Сенің болмағаныңды айтты деп, орнынан тұрып кетті. Бақшадан шығып, бірге тағы да біраз жүрдік. Үнсіздік, не айтарымды білмей, басым салбырап, сыныптастарымды іштей боқтап, қаным қайнап тұрмын. Оларға Аллам жазасын береді дедім ышқына. Беріп қойды. Ол өзінің жазасын, өте ауыр жазасын алды. Ойнап жүріп, ұлы абайсызда асылып қалды. Жан тәсілім етті. Әрине, мен оны тілемеп едім, деді көз жасын сүртіп. Сенің болмағаныңды естіген соң әрдайым сенің тілеуіңді тіледім деп, бетіме қарап жымиды. Жүрегім елжіреп кетті. Уақыт емшеккен, кеш болса да отбасын құрдым. Керемет жан кезіктірдім, Аллаға шүкір. Балалы шағалым деп, 2 қолын 2 жаққа жайып, мынау менің мейрамханам деп жымиды. Керемет, дедім жан жағыма қарап. Маған бұл жайтты неге айтып отыр деп ойлаған шығарсың. 30 жыл санамда жүрді, кетпедің. Басында ғашық болдым, сонысын ренжідім. Жүрегімнен мықтап орын алдың, өшпей қойдың. Кейін неге екенін білмеймін, сені жай ойламасам жүре алмайтын болдым. Ұлды болғанда есімін сенің есіміңмен атап, бар махаббатымды сыйладым. Бақыттысың ба? Дедім жүзіне қарап. Мен бақыттымын, деді көзі күлімдеп. Өзіңше бақыттысың ба? Деді көзіме қарап. Мен ойланып қалдым. Сенің бақытты болып жүргеніңді естумен мен үшін бақыт. Сыртыңнан естіп жүрмін. Керемет отбасың, сүйген жарың, бала шағаң өсіп жатыр екен деді. Бақыттымын, Құдайға шүкір, бақыттымын дедім. Ол 2 иығымнан қағып, керемет, бақытты бол. Ал енді бұның бәрін саған не үшін айтып жатқанымның себебін айтқым келеді, деп көлігіне отыруымды өтінді. Біраз жер жүріп, 28-ші Панфилов саябағына келдік. Осынша жыл маған дертпен тең сезім берді. Адам баласы ара қатынаста болмаса да адамды жақсы көреді екен. Сенімен жүзбе-жүз кездесіп, бұл дерттен құтылайын дедім, деді. Енді мені ойлайтын, тілеуімді тілемейтін болдың ғой, дедім күліп. Бірақ асыл жаным бірдеңені тағы да жасырып тұрғанын ішін сезіп тұр. Не екенін білмедім. Амандығыңды тілеймін ғой. Өткенді айтып жеңілдедім. Ол ауыр жүк еді, деді ойлы көзбен. Мен басымды изедім. Қыз бала болған соң, сол жағдайдан соң көп жыл сол кезде болған әр жігітке лағнет айтқаным рас. Қыздары болса мен сияқты қорлансын, ұлдары болса қиналсын деп күйінгенмін. Бұның ұлы ойнап жүріп асылып қалып, жан тапсырғанын естігенде зәрем ұшты. Қарғыс тиді ме, әлде мен асылып өлгім келді ғой, сол ажал балаға барды ма деп қорықтым. Ұзақ уақыт Алламнан кешірім сұрап, ешкімді жазаламауын өтіндім, деді терең күрсініп. Мен айтарға сөз таппай өн бойым жаурап ойға кеттім. Қой, басыңды ауыртпайын. Аманымыз түзу жүздескенде жылы амандасып тұрайық деп, көлігіне қайта отырып, мейрамхананың алдына келдік. Менің ойым өзгерді, көңілім бұзылды. Бала кездегі асылымның басынан өткен жай мені одан алыстатуға итермеледі. Сол оңбағандардың кесірінен менен алыстады. Егерде ол маған сезімін білдірсе, мүмкін мен одан айырылып қалмас үшін бәрін жолға салып, бұндай жаман жолға түспес едім. Мүмкін бұдан да бақытты болып, нағыз сезім, нағыз махаббат, бақытын сезінер едім. Деген мыңдаған мүмкін деген сұрақтар мазамды алды. Иә, мен балалы шағалы, қарапайым қазақ баласымын. Бірақ мен бақыттымын ба? Ертесі өзім хабарластым. Кешегі әңгімеден кейін көңіл күйің қалай деп сұрадым. Уақытың болса паркке келші,
деді. Қуана бардым. Шашын төбесіне буып, тағы да ұзын көйлекпен келіпті. Аяғында биік өкше, көшеде көрсем мен танымас едім, нағыз қалалық. Мен күрделі отаға дайындалып жатырмын, ертең таңертең жасайды. Шаным аман қалса жаңа өмірді сенсіз бастасам деймін. 30 жыл қиналғанымда жетер, өмір бақи көтер алмаймын деді, мұңлы көзбен қарап. Мен сені енді тапқанда, менен қаштың ау, дедім мен де көзіне қарап. Ол бетіме қарап, ең құрғанда титтейде болса саған ұнап байдым, деді күлімдеп. Иә, сен маған ұнайтынсың. Сен тым сұлу болдың. Мен саған тең емеспін деп ойладым, дедім, ағымнан жарылып. Ұнаппын, ұнаппын. Бірақ ашық болмапсың, жүрегіңді жоламаппын, деді кең қадам жасап алдыма шығып. Ғашық болмағаныңда дұрыс болыпты, сол сезімді Аллам саған бермегені де жақсы болған екен. Ол өте ауыр екен, деді көңілі түсіп. Алыстамашы, үмітсіз шайтан деген бар ғой, біз енді жолықтық, дедім жалынышты дауыспен қолынан ұстап. Ақылға кел, сені 30 жыл тілеуінде тілеп жүрген адам болғанын біліп жүрген қандай жақсы деп. Аспанға қарап терең тыныс алды. Отаң күрделі деп отырсың, осы сен қоштасып тұрған жоқсың ба, дедім қатқыл дауыспен. Жоқ, егер де дәм түзім таусылса, не шара. Ал өмірге қайта туылсам, бәрін жаңадан бастағым келеді, деді. Мен де қазбаламадым, өйткені науқас екені түрінен көрініп тұр еді. Жол апатынан соң мен екінші топтағы мүгедекпін. Енді міне 3-ші ота жасатқалы жатырмын. Ол өте күрделі болмақ. Енді отадан кейін не болар бір Аллаға аян, деп тамағына өксік тығылып, біраз үндемей жүрді. Мен таусылып не деп жұбатарымды білмей дал болдым. Мен аяушы болма, дейді бетіме жалт қарап. Саған мені аясын деп айтып отырған жоқпын. Сол бір кездегі сезімдерімді еске алып жасарғым келеді. Сен мен осылай қоштасқым келді деп жымиды. Саябақтағы орындыққа отырып әңгімесін жалғастырды. Мен ауылда 5 жылдай болдым. Әкем қайтыс болып, арманымның тас талқаны шықты. Соңғы 10 жылда анам салы болып қалды. Сені ауылда күттім. Бірақ ешкімге тіс жармадым, деді көзін бір нүктеге қадап отырып. Ең құрғанда неге хат жазбадың, деймін күйіп пісіп. Мен неше мәрте сол хаттарды жаздым, бірақ бәрін өртеп тастадым, деп ойлы көзбен маған қарады. Ақырын бетімнен ұстап қасым мен шашымды сипалады. Мен ерінен сүйгім келіп сәл жақындап едім. Ол жоқ деген нышан білдіріп, саусағын ерніме тағап, сенің түріңді ұмытып қала жаздадым ғой. Не суретің жоқ еді, тек санам, деді де. Қолын тартып алып, сәл артқа қарай жылжып. Шал болдым ғой, дедім өз пікір бетінен ұялып. Жоқ, бәрі орында. Сені дәл осылай елестеткен едім, деп орнынан тұрды. Осы кездесуден кейін мен өзіме сұрақ қойдым. Сен қалай өмір сүріп жүрсің өзі? Адал ма, бақыттысың ба? Неге жеттің, не үйрендің? Кімге не жақсылық жасадың? Басыңнан өткен сынақтардан сабақ алдың ба? Осы өміріңе Алладан шүкіршілік еттің бе? Сұрақ көп. Асылжанның орнына өзімді қойып көрдім. Ертең күрделі отаға жатып, аман қалама. Әлде сол ұйықтағаннан мәңгілікке аттанып кете ме? Оны өзі де білмейді. Қандай қиын десеңші. Тіпті қорқынышты. Осыны ойлап денем түршігіп кетті. Мен өміріме бекерген алып бұнау. Жұмысымды тек күн көріс үшін ғана жасаппын. Басыма қандай да бір қиындық туса, біреуді кінәлаппын. Біреу жетістікке жетсе көре алмай аяғынан шалудың әрекетін жасағандарым есіме түсіп, өз-өзімнен жеркеніп кеттім. Бұның бәрі махаббаттың жоқтығы екенін ұқтым. Өмірге деген, адамға деген, тіпті табиғатқа деген махаббаттың жоқтығы. Жан-жағыма зер салып қарадым. Жайқалған талдардың жапырақтары жыбыр-жыбыр етеді. Маған енді көзің ашылды ма, деп күлімдеп қарайтындай. Әне, балаларды асыр салып ойнап жүр. Бәрі өте бақытты, балапандар алдында не күтіп тұрғанынан бейхабар. Мына жақта 2 қарт отыр, екеуі ерлі зайыпты екені көрініп тұр. Олар да өте бақытты көрінеді. Шалы кемпірінің аузына кіріп кетердей қарап қалыпты. Кемпірі бірдеңелерді айтып, екеуі қосыла күледі.
Осының бәрін бұрын неге байқамаған? Асығыс үйге бардым. Үйімнің сыртына қарап тағы да ойланып кетпін. Үйімнің сыртындағы қабырғалар көшіп, ауладағы арам шөптер адамның бойына жетейін деп қалыпты. Қорамның есігі де құлайын деп тұр. Оны ағашпен тіреп қойыпты. Мен сорлы осыны да байқамағанмын ба? Жан-жарым өте момын байқұс. Тығылдап әр нәрсені айтып миыңды жемейді. Айтуға да мұршасын келтірмейтін едім ау, бірақ жан-жарым мені сүйеді, ол анық. Ойымды оқып қойғанда әйелім үйден шығып, келдің бе? Неге ерте келдің? Түріңе не болған? Боп-боз болып кетіпсің ғой. Тыныштық ба? Деп шырпыр етеді. Жан-жарымды құшақтап, жоқ, бәрі дұрыс, қорықпа. Жай сендермен отбасымен бірге болайын деп ертерек келдім. Шай ішеміз бе? Дедім жүзіне қарап. Сұралу көзбен қараған әйелім, бізде енді ғана түстік шейін деп жатыр едік, деп қуанып, үйге қарай жүгіріп кетті. Асылымды кездестіргеннен кейін менің өмірім 180 градусқа өзгерді. Жанымдағы жандарды бағалай бастадым. Біреудің қуанышына қуануды үйрендім. Өмірім мен отбасымды бағалайтын болдым. Енді сенің тіреуіңді тіреу менің кезегім, дедім іштей Асылжанға. Отасы болған күні мешітке барып сағаттап дұға жасадым. Отасының сәтті аяқталғанын осы Фейсбуктен білдім. Отбасымен түскен бақытты суреттерін көріп қуандым. Дұрыс, өмір сүріп жүргенінің өзі бақыт екен ғой. Біреуге, біреу емес жақсы жанға бақыт тілеу. Сондай мүмкіндігім бар, мен бақытты екем. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгімені аса лайық басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.